Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осында оригиналды рецептағы молочная девочка деген торттың рецептісімен бөлісіп отырмын. Алдымен жұмыртқамызды таза табамызға салып, 2 есе маса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп лайк басыңыздар және подписаться етіңіздер. Сгущенкамызды салып, миксерлеп аламыз. Ертілген сары майымызды салып, тағы да 2-3 минут миксерлеп, разрыхителімізді және ванильный сахарымызды саламыз. Бір қасықтан ұнымызды салып отырып, миксерлеп отырамыз. Барлық ұнымызды салсақ, тестамыз көтерілмей қалады. Формамызға салып, жұқалап жайып аламыз. Осылай беті қызарып піседі. Сметана не болмаса, творожный сыр қолдансаңыздар болады. Сметанамызды және сахарный пудрамызды миксерлеп, үстіне сливки құйып, осылай креміміз дайын. Мен ортасына вишня қойдым. Осылай тортымды безендірдім. 2 сағат холодильникте тұрғаннан кейін формамыздан шешіп, безендіре берсеңіздер болады. Сіздермен болған Гүлдана ас болсын.